Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Сіздермен бірге Дамир ағай және 140 онлайн білім беру орталығы. Бүгін біз сіздермен бірге ерітінді тақырыбын ары қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі сабағымыз бізде кристаллогидрат. Енді ең бірінші сұрақ, кристаллогидрат деген не? Жалпы осыған жауап іздейтін боламыз, және сонымен қатар оның ерітіндіде қолданылуы, яғни ерітінді есептерін шығаратын боламыз. Енді құрметті оқушылар, ең алдымен бізде кристаллогидраттың жалпы түрлерімен таныс болайық. Кристаллогидрат дегеніміз бізде кәдімгі тұздар, бірақ өзіне суды сіңіріп алған тұздарды біз кристаллогидрат деп атайды екенбіз. Енді бізде өте жиі кездесетін кристаллогидраттар алдарыңызда. Бұл жақта бізде тарихи атауы бар және кәдімгі халықаралық атаулары бар екен. Соған бір назар аударайық. Ең бірінші бізде Глаубер тұзы дейді. Глаубер тұзы дегеніміз ол натрий сульфатының декагидраты деген атаумен де кездеседі. Жақсы, енді натрий сульфаты деген нәрсені біз білеміз. Яғни натрий 2 SO4 және декагидрат дейді. Құрметті оқушылар, гидрат деп отқанымыз бұл жақтағы екінші сөзі ол су дегенді білдіреді. Ал дека деген бұл жақта 10 деген сан. Яғни натрий сульфаты өзіне 10 молекула суды не істеген сіңіріп алған екен. Осы формуланы бізде Глаубер тұзы деп те атайды. Екіншісі бізде гипс. Кальций сульфатының дигидраты дейді. Жақсы, кальций сульфатын білеміз. Кальций SO4. Ал дигидрат дейді. Ди деген бізде екеу. Яғни 2 молекула суды өзіне былай айтқан кезде сіңіріп алған түрі. Алибастер дейді. Кальций сульфатының жарты гидраты дейді. Енді бұл өте керемет кристаллогидраттың бірі. Бұл да кальций сульфаты, бірақ жарты гидрат дейді, құрметті оқушылар. Бұның ішінен 0,5 H2O. Мұны алибастерді жарты бас деп жаттап алсаңыздар болады, яғни жарты молекула суы бар. Келесі бізде кристалдық сода. Натрий карбонаты дейді бұл бізде. Натрий 2CO3 және декагидрат дегеніміз бізде 10 молекула суы бар. Келесі темір купоросы. Бұл жақта бізде темірдің сульфаты және гептагидрат дейді. Гепта деген, құрметті оқушылар, міне бізде 7 деген санды береді екен. Феррум SO4 және 7 молекула суы бар. Мыс купоросы. Мыс сульфаты пентагидрат дейді. Пента деген, құрметті оқушылар, бізде 5, яғни 5 молекула суымен бірге. Көрдіңіздер ме? Яғни бұл жақта екі түрлі атауды келуі мүмкін, құрметті оқушылар, сондықтан екінші атауларына да мән беріп жазып алсаңыздар. Соңғысы ащы тұз немесе ағылшын тұзы деп аталады. Бұл бізде магний сульфатының гептагидраты, яғни магний SO4 және де 7 молекула H2O бар екен. Міне жалпы осындай, құрметті оқушылар, кристаллогидраттар өте жиі кездеседі. Енді бұлардың ішінде бізде негізгі анықтамасында жазып алып қойыңыздар, құрамына су молекулалары кіретін кристалдар, яғни кәдімгі тұздар. Алдарыңызда міне ең жиі кездесетін кристаллогидраттар тұр, және алдыңғы жаңағы кестемен міндетті түрде өздеріңізге толықтырып алыңыздар. Мына жақта мысалы көк түсті болып тұрған бұл бізде, құрметті оқушылар, мыс сульфаты. Жалпы купрум SO4 деген тұздың өзі бізде негізі ақ түсті. Өзі ақ түсті. Бірақ өзіне суды қосып алады ғой, міне. Су тиіп кетсе болды, ол қандай түске ауысады екен? Көк түске ауысады екен. Осындай бір ерекшелік бар, құрметті оқушылар. Енді, құрметті оқушылар, бір есептерді шығарып көрелік ендеше сіздермен бірге. Ең бірінші тапсырмамыз бізде ғаныш құрамындағы сусыз тұздың массалық үлесі дейді. Ғаныш деп отқанымыз, құрметті оқушылар, бізде гипс еді. Білесіздер, енді медицинада қолданылады, кальций сульфатының дигидраты ғой. Массалық үлес дейді. Массалық үлес десе біз ең алдымен бұл заттың мрін табатын едік. Кеттік, ал басайық. Кальций бізде 40, күкірт 32 және оттегін 16-дан 4. Плюс 2 молекула суым бар, яғни 2-ні 18-ге көбейтіп жібереміз. Кеттік, ал есептеп жіберейік. 40, 32 және 64 барлығын қосатын болсақ, бізде 136 шығады екен. Плюс 36. Енді жалпы массасы, құрметті оқушылар, 72. Оның 136-сы бізде кальций сульфаты, 36-сы бізде су. Жалпы 172 деген масса шығып тұр. Енді тұздың массалық үлесі дейді. Тұз дегеніміз бұл жақта әрине кальцийдің сульфаты, иә, құрметті оқушылар. Сондықтан кальций сульфатының массасы 136-ны бөлеміз жалпы массаға және көбейтеміз әрине 100%-ға, пайызбен табу үшін. 136 бөлінген 172 көбейтілген 100 шығады бізде 79%. Яғни бұл жақтағы Б жауабы бізде дұрыс болады екен. Келесі, магний сульфат және 7H2O құрамындағы кристалдық судың массалық үлесі дейді. Құрметті оқушылар, массалық үлесінің бізде екі алгоритмі бар. Ең бірінші қадам ол бізде мрны есептеу еді. Магний SO4, 7H2O. Кеттік, ал есептейік. Магний бізде 24, күкірт 32, оттегін 64, жалпы 120 екен бұл затымыз. 120. Су бізде 18 және одан 7 бар. 126. Екеуін әрине бір-біріне қосатын болсақ, жалпы мрі 246-ға тең болады. Енді бізден сұрап жатқан дүние кристалдық судың массалық үлесі. Яғни H2O-ны сұрап жатыр бізден. Онда
омега H2O деп қояйық. Судың массасы бізде 126, иә? Соны жалпы масса, яғни 246-ға бөліп, 100%-ға міне көбейтіп жібереміз. Кеттік ал. Калькулятормен есептеп жіберейік. 126 көбейтілген 100 бөлінген 246. Сол кезекте бізде 51% деген жауап, яғни А нұсқасын белгілейді екенбіз. Келесі бір есептерімізді көрейік. 90 грамм алебастр құрамындағы тұздың массасы дейді. Құрметті достар, жаңағы алебастр енді бізде көбінесе қолөнер бұйымдарын жасауда қолданылады. Жаңағы жарты молекула суы бар еді, иә? Міне осындай бізде бір қосылыс. Енді 90 грамм деп берілген, 90 грамм деп отқан, құрметті достар, ол жалпы осы алебастр деген кристаллогидраттың массасы. Ал енді бізден сұрап жатыр, осының құрамындағы тұздың массасы дейді. Яғни тұз ретінде әрине бұл жақта кальций сульфаты. Міне осы заттың массасы қанша дейміз. Әрине грамм болса біз бұлардың астына мрлерін жазамыз. Кеттік, ал есептейік. Кальций 40, 32 және 64. Жалпы мр бізде 136 екен. Мына кальций сульфатынікі. Және мына жақта да ол 166, бірақ сонымен қатар суымыз бар. Ол 0,5 көбейтілген 18. Я, бір су білесіздер 18. Оның жартысы бізде 9-ға тең болады. 136-ны қоссақ, жалпы мр бізде 145 екен. Осы арқылы міне пропорция сей саламыз. 90-ды көбейтеміз 136-ға және бөлеміз 145-ке. Сол кезекте бізде 84-те 4 деген масса шығады екен. Яғни мына жақта 90 грамм мына кристаллогидраттың ішінде 84 граммы бізде кальций сульфаты деген сөз. Ал қалған жаңағы 5-6 граммы су. Міне жалпы осылай, құрметті достар, пропорциямен анықтасаңыздар болады. Келесі. XSO4 көбейтілген 7H2O қосылысындағы кристалдық судың массалық үлесі 44-84. Белгісіз элементтің нейтрон саны дейді. Кішкене басқашалау бір есеп екен, иә? Көрейік. Жақсы, бізге енді кристаллогидрат берілген XSO4 және де 7 су бар. Енді бұл жақта бізге берілген ақпараттардың бірі ол массалық үлес, яғни пайыз. Бұл ненің пайызы? Бұл судың пайызы екен, құрметті достар. Яғни судың жоғарғы жағын жазып қояйық, бұл 44-84% дейміз. Ал енді біз білеміз ғой, бұл бір зат. Яғни осы зат барлығының қосындысы әрине бізге 100 деген пайызды беретін еді. Яғни 100%-дің 44% су. Қалған пайызы XSO4 деген белгісіз затымыз. Сондықтан 100-ден 44-84 азайтып жіберейік, 55-16 шығады. Міне мына затымыз 55-16% деген сөз. Енді құрметті оқушылар, бұл қандай үлес? Бұл қандай пайыз? Бұл әрине, құрметті оқушылар, массалық үлес. Қараңыздар, міне массалық үлес. Сондықтан астына не жазамыз десе, массаларды жазамыз, құрметті оқушылар. Жарай ма? Массаны жазыңыздар кәдімгі. Кеттік, ал есептейік. Судың массасы бізде 18 еді. Я, білесіздер ғой, судың массасы 18, бірақ одан нешеу бар екен? 7 бар екен. 18-ді 7-ге көбейтсек, мына судың жалпы массасы 126 болады. Ал енді мына затымыз бізде мүлдем белгісіз, яғни X элементін біз білмейміз, плюс күкірт 32 плюс 4 оттегін 64. Сонда X плюс 96 деп қоя салайық. Құрметті оқушылар, енді осы жерге дейін түсінікті болса, өте күшті. Ал кішкене түсініксіз болса, онда тағы да бір жаймен қайттан бір көріп көріңіз, иә? Қараңыздар, құрметті оқушылар. Бұл жақта бізде мыналарды енді өлшей салайын. Енді бізде бұл жақта кәдімгі пропорция жүзеге асады. Біз осы кезекте пропорция арқылы әрине x плюс 96 деген нәрсені табуымыз керек. Яғни x нешеге тең екені. Оны әрине осы пропорция құрау арқылы есептейміз. Кеттік, ал оралайық. X плюс 96 деймін. Қараңыздар. Қарама қарсы мына екеуін көбейтеміз бір-біріне. 55-16 көбейтілген 126 және бөлінген 44-84. Кеттік. Енді математика арғырай есептеп көрелік. X плюс 96 тең болады. Мына жақтың барлығын енді көбейтіп бір-біріне бөліп шығайық. 55-16 көбейтілген 126 бөлінген 44-84 шығады екен бізде 155. 155 деген сан шығады екен. Енді X-ті табу үшін біз мына 155-тен азайтамыз 96-ны. Кәне 155-тен азайтып жіберейік 96-ны. Шығады бізде X-іміз 59. Құрметті оқушылар, енді 59 деген жауап жоқ, және ол дұрыс, сондай жауап болмау керек та. Бар болса да біз оны белгілемейміз. Неге десеңіздер, бұл X деген элементіміздің бар болғаны массасы ғана. Енді құрметті оқушылар, біз бұл кезекте периодтық кестені қолданамыз, иә? Периодтық кестені ашып қарайық. Бұл X 59-ға тең дейді. 59-ға бізде массасы тең болатын кобальт деген элемент екен. Кобальт, яғни бұның реттік нөмірі бізде, құрметті оқушылар, 27 болады. 27 екен оның реттік нөмірі. Ал бізден сұрап жатқан дүниесі нейтрон саны. Нейтронды анықтау үшін білесіздер, массадан
реттік нөмірді азайтатын едік. Яғни 59 минус 27 шығады екен бізде осы кезекте 32 нейтрон. Міне жауабымыз бізде бұл жақта Б нұсқасын енді белгілейміз 31 деп тұрген. Жоқ, оны да белгілемейміз. Негізі дұрысы 32 нейтрон болады. Я бізде ешқандай қателеспедік қой. Қателеспеген секілдіміз, бірақ 32 деген жауап жоқ. Кобальт емес па не сонда? Мұнда қараңыздар, кобальт деген жауап жоқ, енді бізде 32 шығып тұр ғой. Бірақ қасында никель деген металл тұр екен. Оның да массасы 59. Никель да болуы мүмкін. Себебі жалпы кобальттың да никельдің да бізде валенттіліктері 2 бола алады. Сондықтан бұл жақта никель секілді ғой. Кәне 59 дейді, реттік нөмірі бізде 28, тура сол көрсетсе екен, және бұл жағдайда 31 нейтрон шығып тұр. Көрдіңіздер ме? Сондықтан Б жауабы бізде дұрыс болады екен. Келесі. 0,5 литр суда 109,5 грамм кальций хлоридінің кристаллогератын ерткен, алынған ертіндегі кальций хлоридінің массалық үлесі. Құрметті оқушылар, мына литр су деген түсінікті деп ойлаймын, бұл жақта біз бірден оны массаға айналдырып жібереміз. Яғни 0,5 литр деген ол бізде 500 миллилитр, не болмаса 500 грамм су дегенді білдіреді. Енді ыдыстар әдісімен шығарып көрейік, иә? Жақсы, ең алғашқы ыдысымыз бізде 500 грамм, бұның ішінде таза су бар енді. Тек қана жеку болды. Плюс бұған бізде 109,5 грамм жаңағы кристаллогератты қосқан екен. Яғни кальций хлориді және 6 суымен бірге. Және бізге сұрап жатыр мына жақтағы тұздың массалық үлесі дейді. Енді қараңыздар, бұл жақта бізде массалар әрине қосылады. 500-ге 109,5 қоссақ, 609,5 деген масса шығады. Енді бізден сұрап жатыр бұл жақта кальций хлоридінің үлесі қанша дейді. Құрметті оқушылар, қараңыздар, бұл жақта бір өте маңызды бір нәрсе бар. Мына кристаллогератты бірден мұны 109,5 деп бөліп жібермеңіздер. Неге дейсіздер ғой? Себебі мына кальций хлориді құрамында 6 суы бар. Енді қараңыздар, мынаның жалпы массасы бізде 109,5 грамм, жалпы массасы 109,5 грамм. Ал енді оның ішіндегі бірақ су еріген зат емес қой. Оның ішіндегі еріген зат бізде тек қана не нәрсе? Әрине кальций хлориді ғана, құрметті оқушылар. Сондықтан осы 109,5 граммның ішінде қанша грамм кальций хлориді бар екен, біз соны тауып алуымыз керек. Жақсы ма? Сондықтан граммның астына әрине біз малярлық массаларын жазамыз. Мына бізде 111, мына затымыз бізде 111 плюс 18 көбейтілген 6. Яғни жалпы массасын есептеп жүрейік. Жалпы массасы бізде 219 екен. Міне пропорция істеп аламыз осы кезекте. 109,5 көбейтілген 111 және бөлінген 219 дейді. Шығады сол кезекте бізде 55,5 грамм. Яғни байқасаңыздар, мына 109,5 грамм ол жалпы массасы, бірақ ішіндегі кальций хлориді 55,5 грамм ғана. Демек, мына ыдыстың ішінде 55,5 грамм кальций хлориді бар деген сөз. Енді мына соңғы ыдыстағы біз массалық үлесін есептеп жіберейік, омегасын, яғни 55,5-ті біз 609,5-ке бөліп 100%-ға көбейтеміз. Сол кезекте бізде 9,1 деген пайыз жауап шығады екен. Міне, құрметті оқушылар, сондықтан кристаллогерат деген есеп келсе, оның ішіндегі суды емес, ішіндегі таза тұздың массасын тауып алыңыздар. Жарай ма? Өте маңызды. Тағы бір есеп көрейік, құрметті оқушылар. Мысалға бізге мынандай бір есеп берілген. 400 мл суда 50 грамм тотияйынды ерткен. Ертіндегі тотияйынның және сусыз мыс сульфатының массалық үлестері дейді. Ал кеттігенше, құрметті оқушылар, бұл нәрсені есептеп жіберейік. 400 мл су дейді. Жақсы. Яғни 400 грамм су деген сөз. 400 грамм H2O. Плюс, бұның ішінде енді бізде не бар? 50 грамм тотияйын деген зат бар. Тотияйын деп отқанымыз, құрметті оқушылар, ол бізде мыс сульфаты және пентагидраты. Яғни бұның ішінде 5 суы бар. Және осы екеуін араластырған кезде әрине бізде жалпы масса 450 грамм болады және мыс сульфатының массалық үлесін бізден есеп жатыр екен, сұрап жатыр екен. Ал кеттігенше, құрметті оқушылар, есептеп көрелік. Ең алдымен мыс сульфатын есептеп алайық. Мына кристаллогераттың ішінде, біз білеміз, бұл кристаллогерат, яғни купрум 5H2O жалпы массасы, бізге берілген 50 грамм деп, жалпы, яғни мына суымен барлығымен бірге. Бірақ бұны суға салған кезде, әрине су бізде кетіп қалады, және тек қана мыс сульфатының өзі қалады. Сондықтан мыс сульфатының граммы қанша деп бұл жақта пропорция деп анықтап алуымыз керек. Граммның астына малярлық массаларын жазамыз. Кеттік ал. Мыс сульфаты бізде 160, мынау да бізде 160, бірақ оның ішінде тағы да
5 суы бар. Сонда жалпы бұның массасы 250-ге тең болады. Осы кезекте міне пропорция істейміз, құрметті оқушылар. Пропорция істеу арқылы мыс сульфатын тауып аламыз. Кеттік, ал есептейік. 50 көбейтілген 160 және бөлінген 250. 50 160-ға көбейтіп 250-ге бөліп шығады бізде 32 грамм. Құрметті оқушылар, көрдіңіздер ме? Мына жалпы 50 грамм деген ол дұрыс. Бірақ ішінде 32 граммы мыс сульфаты екен. 32 граммы ғана мыс сульфаты. Мына 50 граммның ішінде, түсініңіздер ме? Яғни 32 грамм бізде мыс сульфаты, демек қалған 18 граммы су ғой. Бірақ енді бізде әрине мына жаққа 32 грамм ғана купрум сульфаты болып түседі. Және осы кезекте біз оның несін тауып алсақ болады? Массалық үлесін тауып алсақ болады. Кеттік, ал есептеп жіберейік, құрметті оқушылар. Мына жаққа жазсам, массалық үлес мыс сульфаты тең болады 32 бөлінген 450. Міне осылай. Және көбейтіп әрине 100%. 32-ні 100-ге көбейтіп 450-ге бөліп жібереміз. Шығады бұл кезекте 7,1 деген жауап. Міне осы нұсқаны біз не істейміз? Әрине белгілейміз, құрметті оқушылар. Міне жалпы осымен, құрметті оқушылар, біздің есебіміз өз мәресіне жетті. Мына 7,7 деген пайыз жауап дұрыс болады. Келесі бізде 60 грамм глаубер тұзын, яғни натрий сульфатының декагидратын 190 мл суда ерткен алынған ертіндегі натрий сульфатының массалық үлесі дейді. Құрметті оқушылар, жалпы мына есеп тура алдыңғы есепке ұқсас. Сондықтан бұл есепті келесі бөлімде шығарып көрсететін болам. Ал дәл қазір сіздер өздеріңізді тексеріңіздер және бұл есепті шығарып көрсеңіздер болады. Сонымен қатар бізде мынандай бір керемет есеп бар екен, енді бұны бірге шығарайық, ал алдыңғы тапсырманы сіздерге келесі бөлімде көрсетемін. Енді мына жақта қараңыздар. Магний сульфатының 200 грамм 20% ертіндісін әзірлеуге дейді. Әзірлеуге десе, ол ең соңғы ыдыста, құрметті оқушылар. Жалпы 200 грамм ертінді жасау керек, және магний сульфаты бұл жақта неше пайыз дейді? 20% дейді. Демек біз бұл жақта не істейміз? 200-дің 20%-ын тауып аламыз. 200-ді 20-ға көбейтсек, бізде 40 грамм магний сульфаты деген нәрсе пайда болады. Немесе кәдімгі бұлай таба салайық. 200 көбейтілген 0,2, сол кезекте 40 грамм шығады. Енді қараңыздар, осы 40 грамм алу үшін біз не нәрсені қолданып жатырмыз? Біз кристаллогидратты қолданып жатырмыз. Және суды қолданып жатырмыз. Көрдіңіздер ме? Су бар, және мына жақта кристаллогидрат бар. Енді мына магний сульфаты әрине бізде тек қана мына кристаллогидраттың құрамында, құрметті оқушылар. Яғни магний 7H2O-ның құрамынан келеді магний сульфаты бізге. Сондықтан біз мынандай теңдеу жасаймыз. Магний сульфаты және 7 су, ол бізде магний сульфатын береді дейміз. Магний сульфаты бізде, құрметті оқушылар, 40 граммға тең, ал біз жалпы кристаллогидраттың массасын есептеуіміз керек. Яғни жаңағы кішкене кері есеп. Мына жаққа біз молярлық массасы 120 деп жазып қояйық. Мына затымыз бізде 120 және 18-ден 7 бар екен. Бұл 126. Жалпы сонда бұл затымыз 246-ға тең. Пропорция жасау арқылы кристаллогидратты тауып аламыз. 246-ны 40-ға көбейтіп 120-ға бөліп жібереміз. Сонда бізде, құрметті оқушылар, кристаллогидратымыз 82 грамм шығады екен. Ал суды табу үшін жалпы 200-ден 82-ні азайтып жібереміз, яғни 118 деген масса шығады екен. Сондықтан біз бұл жақта нұсқасын белгілейміз. Ендеше, құрметті оқушылар, осымен біздің бірінші бөлім өз мәресіне жетті. Келесі екінші бөлімде сіздерді күтемін және 7-ші тапсырманы шығарып келіңіздер. Келесі бөлімде кездескенше.